Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет, дәмді, өте оңай жасалатын ши бауырсақтар жасайтын боламыз. Домалақ және осындай ұзынша түрін. Бұл рецепт өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген тіл үйреді, шаймен ішкенге күшті. Ол үшін видеоны толықтай қараңыздар. Ең алдымен ұнымызды ситадан өткізіп аламыз. Бір жұмыртқа қосамыз. Шай қасық тұз қосамыз. Жарты шай қасық ас содасын қосамыз. Және ерітілген май. Жарты стақан қант қосамыз. Және кішкене су құйып, жақсылап бәрін араластырып, қатты тестасын, нанын қатты қылып илейміз. Сіздер қалауларыңыз бойынша қантын азырақ салсаңыздар да болады. Осылайынан жақсылап қаттырақ қылып илейміз, және иіні қанғанша жауып қоямыз. Біздің бауырсақтарымыз бір 10 минуттай тынып тұрды. Енді тестаны екіге бөлеміз. Бірінші бөлігінен біз ұзынша етіп жасаймыз, екінші бөлігінен домалақ бауырсақтар жасаймыз. Енді тестамызды жақсылап оқтаумен жазып аламыз. Заттардың құрамын описанияда қалдырдым, сол жерден көре аласыздар. Енді осыны ұзынша етіп кесіп аламыз. Және осылай ұзынша етіп, соломка қылып кесіп аламыз. Қызып тұрған майға салып, араластырып отырып пісіреміз. Үнемі араластырып тұру керек. Сонда барлығы жақсы қызарып шығады. Үнемі араластырып отырып пісіру керек. Өйткені бұл тез пісетін бауырсақтар. Міне біздің ұзынша ши бауырсақтарымыз дайын. Өте қытырлақ болып келеді. Өте күшті болып шықты. Енді екінші тестамыздан домалақ түрін жасайтын боламыз. Оны да дәл солай осылай жайып аламыз оқтаумен. Оны енді жіңішкелеу етіп кесеміз. Және жгут қысап, әр қайсысын осылай жгут қысап орап шығамыз. Яғни лағман созғандай қылып домалатып шығамыз. Енді жаңағы созылған тесталарымызды осылай кесіп домалақ формасын шығарамыз. Қызып тұрған майға араластырып отырып пісіріп аламыз. Үнемі араластырып тұру керек.
Міне біздің әдемі домалақ бауырсақтарымыз пісіп жатыр. Міне біздің ши бауырсақтың домалақ түрі де дайын болды. Міне достар, біздің өте керемет ши бауырсақтарымыз дайын болды. Ұзынша және домалақ түрін жасадық. Жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі деген тіл үйіреді, дастарханның сәнін береді. Видеоны толық қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздермен болған Айжан ханым.